көбінде байқайсыздар ма? Біз көбінде бәрі жақсы болып тұрған нәрсенің өзін кейде бүлдіріп аламыз. Досымызбен қарым-қатынасымыз жақсы, ата-анамызбен, күйеуімізбен, жұбайымызбен, жарымызбен жақсы болып тұрамыз да, бір ашуланып қоямыз, дандайсып қоямыз, артық айтып қоямыз, сеніп қаламыз. Сөйтіп ортаны сәл бүлдіріп алғанымызды байқамай қалып жатамыз. Ал мұсылман адам, Аллаға ақырет күніне сенген адам, ол ойламаған халде бір ыңғайсыз жағдайға түсіп қалса, сол ыңғайсыз жағдайдың өзін адамның пайдасына шешіп кетеді екен. Бүгін сол жайында сөйлескіміз келеді. Ол қандай? Қазақта керемет сөз бар. Ер шекіспей бекіспейді дейді. Ол не деген сөз? Ер шекіспей бекіспейді. Шекісу деген ренжісу, төбелесу, жағаласу. Бірақ шекіспей бекіспейді дегенде тек қана ол бір-біріменен жақсы болу үшін міндетті түрде ұрысу керек екен деген сөз емес. Міндетті түрде жанжалдасу керек екен деген сөз емес. Әрине, жанжалдаспай жақсы күйде жарасым тауып, араларыңыз керемет болып кетсе, оған айтарымыз жоқ. Бірақ ер шекіспей бекіспейді деген нәрсенің ар жағында ортасын бұзып алған ер азаматтар керісінше соны пайдаларына айландырып, ары қарай бір-бірінің қадірін біле түсетін жолды таба алады деген сөз ғой. Демек, біз біреумен шекісіп қалсақ, біреумен жанжалдасып қалсақ, біздің ойымызда тек қана бір-ақ вариант тұрмау керек. Бітті. Арамызды бұзып алдық, енді жақсы болады дейсің ба, құрсын деп. Жоқ, керісінше, осы сөздерден кейін бізде екінші ой тұру керек. Арамыз жақсы болмай қалды, бірақ Құдай сақтасын, бұдан да бетер жақсы болады деген сенім тұру керек. Ер шекіспей, бекіспейді. Яғни жаман ахуалдың өзін дұрыстап пайдалансақ, жақсы жағдайға өтіп кетуге болады. Тарихта қаншалаған мысалдар бар. Бір-бірімен ұрысып қалады, ренжіседі, кейін барып дос болып кетеді. Мен бірінші курсқа келіп едім, сөйтіп онымен екеуміз төбелесіп қалдық, бірақ кейін екеуміз айырылмас дос болып кеттік деген қаншама тарихи оқиғалар бар. Немесе абысымыз екеуміз өте нашар едік, кейін Құдайға шүкір жақсы болып кеттік. Енем екеуміз арамыз өте нашар еді, Құдайға шүкір қазір жақсы болып кеттік. Арғы жылдары күйеуіміз екеуміз бір-бірімізді түсінісе алмай жүріп, қазір ол бір қайыр болды, бір-біріміздің қадірімізге жеттік. Бір ғалым кісі айтқан екен. Адам баласы дейді, күнәға ұрынып қалады кейде дейді. Білмеген бір күнәға түсіп қалады. Бірақ оның тәубесі сондай қатты болады, ол бір күнәға тәубе қыламын деп, ондаған күнәсін тастап кетеді екен. Бір ғана күнәға қатты тәубе қыламын деп, иманы көтеріліп, даналығы ашылып, ондаған жақсылықтың есігі ашылып кетеді екен. Сонда адам баласы жамандықты жақсылыққа айландырып алуға әрдайым дайын жүру керек екен. Сағы сынып, бітті, мен бір сәтсіздікке ұшырадым, мен ешкімге керек емес сияқтымын, мен ешкімнің алдында қадір қасиетім жоқ, ұл қыз ретінде әке-шешем сыйламайды, достарыма қадірім жоқ, немесе ақшаң бар кезде ел сенімен сыйласады, ақшаң жоқ кезде ешкімге керек жоқсың деп, салың суға кетіп, күйреп, өз-өзіңді жоғалтуға болмайды екен. Алла тағала қасиетті Құранда пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам адамдар сөзін тыңдамай, қасарысып, әртүрлі қастандықтар жасап жатқан кезде не деді? Ей Мұхаммед деді, сен өз-өзіңді олар үшін жойма деді. Өз-өзіңді қолға ал. Яғни өз-өзіңді жойма, қолға ал деген оларды тастап қой, қашып кет деген сөз емес. Жүрегіңе алма. Салың суға кетпесін. Адамдар тарапынан болып жатқан зияндардың себебінен сен өз-өзіңді жойып алма. Суицидке душар болып қалма, жалғыздыққа душар болып қалма, қолың сілтеп қашып кетпе. Керісінше анау жаман жағдайды өзіңнің жақсылығыңа айналдырып ал деген үлкен мағына бар екен.